ғой жаңағы. Енді Оразбай мен Абай екеуі дұрыс болмады ғой. Бұны оппозиционер дейді, қазіргі тілмен айтқанда. Бірақ олар жеңге-жеңге келген кезде бір-бірін жауға бермейді. Айтады ғой, тағына қызықсаң да бағына қызыға алмайсың сен оның. Көрдіңдер ме? Сол Абай өлген кезде Оразбайдан шүйінші сұрап келді ғой. Тобықтың топастары. Шүйінші, Оразбай, Абай өлді дейді. Үйдің ойлашы, тіке, шүйінші, Абай өлді дейді. Сонда Оразбай басын жұлып алып, ей, жетесіз. Арысың құлады. Күнің шықпады. Айың батты десе нең кетеді? Абай өлді дегенше, мына Оразбай өлді десеңші. Абаймен салғыласып, атым шығып еді. Енді сен сияқты кешшілермен салғыласып, менде не құн қалды дейсің деп тұр ғой. Қандай адамдар. Сондықтан ол жақсы, ол жақсысын, ол қанша жерден жау болса да, ол қанша жерден онымен араздасса да, ондай адамдар ешқашанда өзінің элитасын бермейді жауға, жігіттер. Не дай уничтожать волков своего народа дейді. Иначе волки чужого народа тебя съедят дейді. Көрдің ме? Ол элита, ол жақсы деген ол мемлекеттің тактикасы, жігіттер. Жақсы деген ол мемлекеттің стратегиясы. Мемлекеттің элитасы. Элитасыз мемлекет болмайды. Ешқашанда элита болу керек бізде, жігіттер. Мықты жігіттер шығу керек. Қашанғы біз орыстың құлы болып жүреміз? Құлға құлсың десе, құлдың жылағысы келеді дейді. Биге құлсың десең, бидің күлкісі келеді дейді. Құл ғой, біз орысқа құл болдық қой, бодан болдық қой. Қашанғы біз бір-бірімізді братан деп айтамыз? Братан деген түрмен жаргон емес пе? Біле білсең. Ол коммунистік партияның біріктіруі бізді, бір тілде сөйлетуі. Бауырымызға, бір-бірімізге братан дейміз. А бауыр деген, ол қасиетті сөз, ол киелі сөз, ол мистикалық сөз, бауыр деген. Бауыр деген ол ішкі дүниенің елшіреп тұрады. Соны қорғып бір-бірімізге братан дейміз. Болды ғой, жетеді ғой, жігіттер. Сен жанбасаң лапылдап, мен жанбасам лапылдап, ол жанбаса лапылдап, аспан қайтып ашылады. Қазақты жамандама, қазақ бауыр. Халық қой, қазақ деген азақ қана. Мәңгілік аясында, жер үстінде. Қазақтың жанашыры қазақ қана дейді ғой. Қызымызды доча дейміз. Дочаң не сен о заманда, бұл заман? Қазақтың еркелетін сөзі бар емес пе? Сүйенішім десең қызыңа, тіліңе шиқан шыға ма? Айналып кетейін жаным сол менің десең, қандай тамаша қыздың рухы көтеріледі. Айналайын